Әлидің кішкентай оқиғалары. 9 бөлім. Ай нұрын сүйетін ауыл. Ертеде бір ауыл болыпты. Ол ауылда ай ерекше жарқырайды екен. Себебі адамдар табиғатты жақсы көріп, жануарларға қамқор болып, бір-біріне көмектеседі екен, сондықтан ай бұл ауылды ерекше жақсы көретті екен. Сол ауылда Әли деген кішкентай балақай өмір сүріпті. Кеш бата, ауыл үстіне жұмсақ көгілдір түн түсіпті. Әли аулада жүріп, жапырақтарға қарап, құстардың дауысын тыңдапты. Сосын аспандағы үлкен айға күлімдеп қараса, ай ерекше жарқырап тұр екен. Бірақ келесі күні бір түрлі нәрсе болыпты. Түнде ай бұрынғыдай жарқырамай қалыпты. Ауыл қараңғы емес, бірақ бір түрлі мұңайып тұрғандай болыпты. Әли таңырқапты. Көшеде келе жатып, жерде жатқан қоқысты көріпті. Аздап әрі жүріп, сынған гүлді байқапты. Тағы бір жерде кішкентай құс шөлдеп отыр екен. Әли ойлана келе, жердегі қоқысты жинапты. Сынған гүлді көтеріпті. Құсқа су әкеліпті. Кеш батыпты. Әли аспанға қарапты, ай қайтадан жарқырай бастапты. Тіпті бұрынғыдан да әдемі болыпты, ауыл іші жұмсақ ай нұрына толыпты. Әли сол күні түсініпті, айдың нұрын күшейтетін аспан емес екен, адамдардың жақсылығы екен. Жақсылық жасаған жүрек әлемге де жарық сыйлайды. Сен де табиғатты жақсы көр балақай, гүлдерді ренжітпе, жануарларға қамқор бол, сонда әлем де жарқырай түседі.